Ағылшын тілін үйренуге арналған пайдалы кеңестер. Бірінші, қандай тілде де сөйлеп үйрену үшін сөздік қор қажет. Сондықтан сөздік қорыңызды үлкейту үшін жұмыстану керек. Күнде кем дегенде 5 жаңа сөз жаттап, сол сөздерді пайдалану арқылы сөйлем құрастыру қажет. Контекст арқылы сөз өте жақсы есте қалады. Екінші, кітап, журнал, газеттер оқу. Кішкентай ертегі кітаптардан бастауға болады. Дауыстап оқығанда өте пайдалы. Сіз өзіңізді есту арқылы сөздерді көбірек есіңізде сақтайтын боласыз. Үшінші, видео, лекция, кино, подкаст болсын, барлығын ағылшын тілінде көруге болады, тыңдауға болады. Бастысы сізге ұнайтын тақырып болған жөн. Немесе бұрын көрген өзіңізге ұнайтын фильмді ағылшынша тауып алып қарап шығу керек. Контексті білгендіктен шамамен түсінетін боласыз. Плюс құлағыңыз үйренетін болады. Төртінші, сөйлеңіз. Қасыңызда ағылшынша сөйлей алатын адам болса тіпті жақсы. Болмаса айнаға қарап сөйлеуге болады. Күніне кем дегенде 5-10 минут айнаға қарап, немесе бір тексті оқуға болады. Тіл жаттығады сөйлегенде және ағылшынша ойлап үйренесіз. Бесінші, сіз сияқты ағылшынды енді оқып бастаған адам тауып алсаңыз да мотивация азаймауға өте жақсы көмектеседі. Алтыншы, өлеңдер тыңдаңыз және оның сөздерін оқыңыз, жаттаңыз. Өлең сөздерінен де сөздік қор ұлғаяды. Жетінші, ағылшынды үйренем деп мақсат қойсаңыз, айналаңызды ағылшынмен қоршап қойыңыз. Шын айтам, мысалы, сөздерді кішкентай карточкалар жасап, іліп қоюға болады үйде. Немесе жаңалықтарды ағылшынша тыңдауға болады. Тағы да басқа. Егер де осы видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, коммент жазып, жазылуды ұмытпаңыз.